Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы бір әдемі жерге келдік. Ол Бәйтерек. Бәйтерек Астананың көрікті жерлерінің бірі. Ол елорданың визит карточкасы болып табылады. Бәйтерек жас, мықты, өсіп келе жатқан ағашты білдіреді. Өзінің тарихи тамырын сақтап қалған. Берік тірек пен болашаққа өркендеуге ұмтылған мемлекетті білдіреді. Монументтің толық атауы Астана Бәйтерек. Бұл ғимарат Астананы Алматыдан Ақмолаға көшірудің символы ретінде салынған. Оның биіктігі 97 метрді құрайды. Бұл Астана Қазақстанның жаңа астанасы болып жарияланған 1997 жылды білдіреді. Бәйтеректің архитектуралық идеясы ежелгі түркі мифологиясынан бастау алады. Көшпенділердің аңызы бойынша әлемдердің түйіскен жерінде әлемдік өзен ағып жатыр. Оның жағасында өмір ағашы Бәйтерек өсіп тұр. Бұл ағаштың тамыры жер асты әлемінде. Ағаштың өзі және оның діні жер бетінде, ал тәжі көкте орналасқан. Жыл сайын ағаштың тәжінде қасиетті самұрық құсы жұмыртқасын салады. Өмір ағашының етегінде тұратын айдаһар жұмыртқаны жұтып қояды. Бұл символдық түрде жаз бен қыстың, күн мен түннің өзгеруін, жақсылық пен жамандықтың күресін білдіреді. Ал енді ішінде не бар екенін көрейік. Галереяда Конституцияның макеті, киіз үйдің бейнесі, бірлік пен қонақжайлылықтың символы ретінде қазан орналасқан. Сыйлық дүкені, дизайнерлік демалыс орындары бар. Ыңғайлы лифтте жоғарыға көтерілеміз. 86 қабатта бақылау алаңы бар. Бұл шыны шар. Оның диаметрі 22 метр, салмағы 300 тонна. Монументтің жалпы биіктігі 105 метр. Осы жерден қаланың керемет көрінісі ашылады. Шолу залының ортасында әлемдік діни конфессиялардың басшылары қол қойған 17 жапырақшаны қоршап тұрған ағаш глобусы орналасқан. Ол барлық діндердің бірлігін білдіреді. Қасында қамқор қолдар ескерткіші бар. Бұл Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің 10 алақанының бедері қойылған. Кафе үстелдерінде қаланы тамашалауға болады. Кешкі уақытта орталығында Бәйтерек орналасқан Нұржол бульвары. Одан да әсем әрі мәнерлі көрініс алады. Бұл көркем ортада адамдар жұмыс күнінен кейін демалады. Сондай-ақ олар ән салатын субұрқақтар аллеясында серуендейді. Осымен біз видео шолуымызды аяқтаймыз. Біздің арнамызға жазылыңыз. Бізбен қызықты болады.